Қайырлы күн баршаңызға. Неке мен сіздермен осындай керемет үлпілдеп тұрған булочкидің рецептімен бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Булочкилер өте оңай жасалады, дәмі де өте керемет. Алдымен бізге керегі жылы сүт, яғни өздеріңізге қарай көп болады. Жасайтын болсаңыздар, сүтті көбірек алсаңыздар да болады. Аз бұл шағын ғана болса, азғантай сүтте жарайды. Мінекей сүтті алдым, мен көзім мөлшерімен тек қана қант салдым. Одан кейін жұмыртқаның ағын салып, сарысын алып қалсаңыздар да болады, яғни бетіне жағуға. Болмаса бөлек жұмыртқаны ағы сарысымен бірге араластырып бетіне жағуға да болады. Одан кейін ашытқа, яғни дрожж салдым. Мінекей шай қасықты толтырмай, бір жартылай салсаңыздар да болады. Егер көп неғылатын болсаңыздар, илейтін болсаңыздар, көп салуға болады. Одан кейін ұнды міндетті түрде електен өткізу керек. Електен өткізілген ұн өте үлпілдек, біздің нанымыздың үлпілдек болуына ықпалын тигізеді, яғни неміз үлпілдеп тұрады қамырымыз. Електен өткізілген ұн, мінекей осыны қасықтың көмегімен жайлап араластыра бастадым. Азаздан салып отырып, қамырымызды кәдімгі нанның қамырындай қылып илейміз ұнды. Осылай араластырдым. Одан кейін мінекей ұнымыз аздау болғандықтан тағы да електен өткізіп ұн саламыз. Содан кейін шамалы осы қамырымыз қоюлана бастаған кезде майды, яғни сары майды алып жақсаңыздар болады қамырға салуға. Яғни сары май негізі міндетті түрде салыну керек. Мен бірақ соңында салдым, өйткені қамыр илеп болғанда майды қоссаңыздар, қолдарыңызға қамыр жағандай неғылмайды да, жабысып қалмайды. Сол үшін де еріп тұрған осындай майды алдым да, мінекей қолымның көмегімен алып, осыны қостым қамырымызға. Осылай енді мінекей булочкиміздің қамырын илеп, аз уақытқа 1 сағатқа көтерілдіруге қойып қоямыз. Жақсылап қамырымыздың иін қандырып, неғылғаннан кейін, басын біріктіріп алғаннан кейін жылы жерге қойып қоямыз. Мінекей осылай бетін жауып, әдемілеп жылы жерге қойып қойсаңыздар болады. Қамырымыз 1 сағаттан аса уақытта жақсы болып көтеріледі. Сол кезде біз булочкимізді дайындауға кірісеміз. Оған дейін біз булочкиге салатын салмасын дайындасақ болады. Ол үшін мен творог алдым, яғни қолдың ірімшігін алып, творогын, оған қант қостым. Дәмі тәтті болу үшін азғантай жүгері крахмалын қоссаңыздар болады, сөйтіп ұстап тұруға қоюлығын, қаттылығын, және оған бір жұмыртқаның мен ағын қостым, сарысын алып қалдым. Бұны қазір біздің булочкиміздің бетіне жағуға. Осылай осын араластырып аламыз. Біздің дайын начинкамызды творогымыз, яғни ірімшігіміз әбден езілу керек, түйір болмай, езіліп, жұмсақ болып тұру керек. Мінекей біздің көтерілген қамырымыз. Осы қамырымызды енді барлығын біркелкі қылып, бір мөлшерде бөлшектеп аламыз. Егер сатылымға шығаратын болсаңыздар, сіздер жағындай весаға өлшеп, әр граммын солай өлшеп шығарсаңыздар болады. Ал егер үй жағдайында болса, жақсап жатқасын мен өлшеген жоқпын, тек көз мөлшерімен осындай барлығын кесіп алдым. Бұдан кейін бәрін әдемілеп, қолымыздың көмегімен осындай қылып дөңгелектеп аламыз. Яғни біздің булочкимізді жасауға ыңғайлы қылып дөңгелектеп аламыз барлығын. Екен қазір біз бұны оқтаудың көмегімен ысқанда, булочкиміз әп-әдемі топ-томпақ болу үшін осындай қылып дөңгелектеп аламыз. Мінекей дайын болған дөңгелектенген қамырымызды алып, оқтаудың көмегімен ысамыз. Азғантай ғана ысып, одан кейін 2-4 жағын бір-біріне қарсы қылып кесеміз булочкиміздің қамырын. Біркелкіде әрқайсы 4 жағы бір-біріне қарсы кесілу керек. Осындай гүл сияқты қылып кестік. Одан кейін ортасына мінекей творогымыздың салмасын саламыз. Және бір-біріне 2 қамырды бір-біріне қарсы бүктейміз. Кішкене неғылып тұрып, осылай 2 жағын бүктеп аламыз бір-біріне. Келесі жағында осылай бір-біріне жабыстырыңқырап жіберіңіздер, а то творог шамалы азғантай сулау болып жатса,
қамырыңыз жабыспай қалуы мүмкін. Сондықтан осындай қылып мінекей әдемі болып шығады. Енді өздеріңіздің нелеріңізге қарай жасайсыздар. Кішкене жабыңқырап, творогы көрінбесін десеңіздер, кішкене жабыңқырап, қамырды бір-біріне жабыңқырасаңыздар болады. Осылай барлығын жасап аламыз булочкамыздың. Одан кейін оны біз 180 градуста аз уақыт 20 минуттай ма пісіріп аламыз. Сол кезде бетін қызартып, әп-әдемі қылып, булочкамызды біздер газдың астына пешімізге пісіріп аламыз. Бетіне міндетті түрде жұмыртқаның сарысын жағу керек. Жұмыртқаның сарысын жаңағыдай беті әдемі жылтырап тұру үшін осы жұмыртқаның сарысын жағады. Мінекей осындай болып шықты. Осыны пісіріп аламыз енді духовкамызге. Дайын болған мінекей булочкаларымыз осындай болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте әдемі, үлпілдек, жұмсақ болып шығатын біздің булочкамыз. Менің каналыма тіркеліп, видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.